Мен Исапаева Лазат, өзі жаңғыз бастанамын мен. Балам Бейбіт Байыптастан 10 күн ұстап әкетті түстен кейін. Оны маған досы хабарлап айтты. Соны 14 күн келдім ДБД-да. Бірақ балам ендегі ұрып соқты, онда ештеңені айтқан жоқ, айтпады. Бірақ енді балаларымызға барлығы осы жүрген, жылап жүрген ата-ананың барлығы тілегіміз балаларымызға бостандық беруін талап етеміз. Енді ол жап-жас өрімдей жас балалар орқадағы терроризм. Енді оны қару-жарақты ашып тастап кеткен өздері ғой. Оның қару-жараққа кіру үшін де қандай не керек? Оның қанша мысалы есігі бар. Оны ашамайды ғой мысалы осы қарапайым балалар. Өздері бәрі тастап кеткенде біздің балаларымызды арандатып отыр ғой. Бұларға енді қарап тұрсаң, бір балаға 3 статья тағып қойған. 255 терроризм дейді, өздері ұялмай айтады. 291, 287 деп. Сұмдық қой бұл енді қарап тұрсаң. Айуандықпен азаптаған, ұрып соққан, жылап жүрген ата-ана бүгін тағы жылап жүр міне. Ішін үтікпен күйдірген іріңдеп жатыр іші деп. Өзі неше айдан бері көре алмаған, көріп шыққан. Балаларымызға бостандық берген талап етеміз, бүткіл осы ата-ана бәріміз. Балаларымызды босатсын, олар террорист емес. Өздері ойдан шығарған террористтерін өздері тауып алсын. Мысалы мен айттым ғой, жалғыз бастанамын, мен адвокат жалдауға да қаражатым жоқ, адвокат жоқ біз менде міне қазір. Соны ойласам өзегім өртенеді шынында да. Соны кім қорғайды бізді? Кім қорғайды? Өкімет қорғамаса бізді кім қорғайды? Шырылдап жүрген ата-ана. Мен сол адвокат жалдауға қаражатым жоқ, сол мен жүрмін жылап еңіреп. Өзі менің тіреушім, асыраушым жаңғыз балам осы. Өз үйленген әйел бар, бір жас 6 айлық баласы бар. Олар кім асырайды оны? Жаңғыз асыраушымыз осы дастаным. Жолдасым жоқ, жаңғыз бастанамын. Осы халықаралық ұйымдардан, бүткіл қазақ елінен өтініп сұраймыз. Халықаралық адам құқық органының ұйымдарынан өтініп сұраймыз. Бізді қолдап балаларымызды бостандыққа шығарыңыздаршы. Бұлар ешқандай террорист емес қой. Өздері ойлап тапқан террористтен өздері тауып алсын. Аналарды жылатпаңдаршы аналарды. Аналардың көз жасын сүртіңіздерші, өтінеміз сіздерден. Бәріңізде анасыздар ғой, бәріңде ана туды ғой. Мына жауыздарды қандай ана дүниеге әкелді екен. Оңбағандар қалай, қандай азаптап балаларды, құдайым-ай. Естіп атсаң, ана жерде көріп атсаң, сұмдық. Бұл фашизм кезінде де бұндай болмаған ғой. Фашистер тек қана тұтқынға түскендерді қорлаған ғой. Зорлықты бұл қазақтар өз қасақ, өз балаларын, өз ұрпақтарын азаптап жатыр ғой. Көмектесіңіздерші, өтінеміз сіздерден. Балаларымызды бостандыққа шығарсыншы, бостандық берсінші балаларымызға.